Düşmanlarının Құдай берді ғой. Ана 80% намазхандар алаяқтар деген. Жоқ, қателесесіз. Ол діннің дұшпандары емес. Ақиқатты айтқан адам діннің дұшпаны емес. Наоборот, ақиқатты айтқан адам нағыз діннің ішінде жүрген адам. Қателесесіз. Мен түсінбеймін, мына бәрін шырылдап кетті ғой мына. 80% алаяқшылық жасайтын намазхандар деген бәрін шырылдап кетті кәдімгідей. Қорғап, кәдімгідей өзіне шынымен ақ болсаң, шынымен алаяқ болмасаң, немене шырылдайсыңдар дейді. Немене? Үндемей отыра берсіңдерші. Мен нормальныймын ғой деп отыра берсіңдерші. 80% қаңтарда жастар атылғанда үндемедіңдер. 80% қазақ кедейшілікте өмір сүріп жатыр. Үндемейсіңдер. 80% продукты қымбаттап жатыр. Үндемейсіңдер. 80% қазақтың байлығы сатылып жатыр. Үндемейсіңдер. 80% қазақ қайыршы. Үндемейсіңдер. 80% қазақ қаңғырып жатыр. Үндемейсіңдер. 80% алаяқтар, намазхандар деп бәрін шырылдап шықтыңдар ғой. Білесіңдер қай жерде қорғану керек екенін. Алла қорғап алады, ақ болсаңдар.